Дүниеге әйгілі Бардам әке мен Зардам әке деген кітапты оқыған бедіңіз. Иә, менің қолымдағы осы бір кітап. Енді осы кітапты ең алғаш рет оқыған кезімде ақшаның көптігі мәселені шешпейді деген бір мазмұн шықты. Сосын мен күлдім. Біз барлығымыз жанталасып ақша табу үшін еңбектеніп жатырмыз. Егерде ақшаның көптігі мәселені шешпесе, онда не нәрсе мәселені шешеді? Бұл да бір қызық кітап екен-ау деген секілді бір бөтен көзқарас пайда болды. Сосын көп жылдардан кейін мен өз алдыма еңбек істедім, жұмыс жасадым, ақша таптым. Шынында да сол кезде 2013 жылдардан бастап отырып, ай сайын 5000 юаннан жоғары кіріс кіргіздім. Бұл кезде кадрлердің өзінде де сол 4-5 мың юан айналасында ғана кіріс бар болатын. Мен мектепті кеше ғана бітіре салып, қысқа ғана 1-2 айдың құлшынысы арқылы ай сайын 5000 юаннан жоғары кіріс кіргізетін халге жеттім. Ал бірақ жалғыз басым, отбасын құрмағанмын. Сол 5-6 мың юан ақша маған жеткен жоқ. Кейін тағы да еңбектендім, жұмыс жасадым, ақша таптым, қойшы айтылыр. Соншама тырысып көрдім, бірақ ақша тапқан сайын өзімнің қарызға қарай кіре бастағанымды байқадым. Әуелі ешқандай бір тиын қарызы да жоқ оқушыдан еңбектеніп, жаңағы кәсіп жаратып, 100 мың юан қарызға кіріп қалғанымды бірақ білдім. Содан кейін қолыма осы кітапты тағы да алдым. Қайтадан оқыдым. Сол кезде барып бұл кітап маған біраз дүниелерді ұғындырғандай болды. Бекер емес екен-ау. Әсілінде ақшаның көптігі шынында мәселені шешпейді екен. Мәселені шешетін нәрсе біздің ақшаға деген танымымыз екендігін білдім. Кейін мен осыған сәйкес кітаптарды жалғасты түрде оқыдым. Жалғасты көптеген үйренулерге қатынастым. 10 неше мың юандық, 20 неше мың юандық үйренулерге ақшамды аямай соған кіріп үйрендім. Сол кезде барып менің экономикалық көзқарасым өзгере бастады. Менің ақшаға деген танымым өзгере бастады. Мен тіпті осы кітапты қайтадан көшіріп жазып шықтым, естелік алдым, және оны басқалармен ортақтастым. Осы барыстарда менің ішкі әлемімде бір экономикалық система қалыптасты. Содан кейін барып мен өзімнің ақшаларымды реттеуді үйрендім. Бірте-бірте қарыздардан құтылдым. Сосын ары қарай өзіме тән мал-мүлік жинадым. Содан кейін бірнеше жылдық құлшыныс арқылы бұл күндері бірнеше миллион юан айналасындағы мал-мүліктің иесі болдым. Ал осылардың барлығына не нәрсе көмектесті деген кезде экономикалық көзқарас көмектесті. Сондықтан мен бұл күндері көпшілікпенен көбірек ортақтасатын дүнием қайткенде бақытты болу, қайткенде ішкі санаңды ашу, қайткенде аспаннан ақша жауғызу емес. Керісінше өзіңнің қолыңдағы ақшаны дұрыс ұстап қалу болды. Сондықтан мен көпшілікпен осы жағында үздіксіз түрде ортақтасып келе жатырмын. Мен былтыр 1 жыл тіке Чебожанда арнаулы түрде осы бағытта ортақтастым. Сосын бірнешелеген осындай курстерді орналастырдым. Менің тыңдармандарымның да өте жақсы болған қызығушылықтары болды. Енді мен осы бірнеше күн ішінде тағы да бір рет отбасыңды серіктік секілді басқара біл деген тақырып бойынша бір кішігірім үйрену орналастырмақшымын. Егер сіздерде де бүгін қарыз мәселесі, отбасының кіріс-шығыс мәселесі, ашып отырған дүкеніңіздің пайда зиянын дұрыс басқара алмаусында мәселелер кездесіп отырған болса, онда сіз бір 88 юан төлеп 3 күндік бір сабаққа қатынасып көріңізші. Мен бұл үйренудің сіздің тұрмысыңызға зор дәрежеде өзгеріс әкелетіндігіне сенімім кәміл. Олай болса, жекелікке өздеріңіздің телефон нөмірлеріңізді алдырсаңыздар, я болмаса АТО 2025 деген біздің ұқат нөмірді қосып алып, хабарлассаңыздар болады.记得关注再走哦。